Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен патшуба салатын жасаймыз. Ол үшін біз барлық заттарымызды пісіріп аламыз. Маған қажет заттар: картоп, сәбіз, қызылша, жұмыртқа, және де балық, менде шпроты, және де майонез, және де осындай үккіш. Ендеше жасауға кеттік. Мінекей достар, мен балықтың жартысын салып алдым. Енді біз оны өстіп майдалап шығамыз. Мінекей достар, балық біздің тарелкамыздың түбін жапты. Енді біз оның үстіне бір қатар қылып картошка қоямыз. Енді үстіп әдемілеп қойып шығамыз. Мінекей біз картопымызды қойып алдық. Енді біз оның үстіне жаңағы балықтың майын құйып қоямыз. Енді біз оның үстіне үккіштен өткізілген сәбізді әдемілеп тағы да бір қатар қылып қойып шығамыз. Мінекей сәбізімізді орналастырып алдық. Енді біз оның бетіне майонез жағамыз. Енді біз бұны әдемілеп тұрып жағып аламыз. Енді соңғы қабатына қызылшамызды саламыз. Және де бұны да орналастырып аламыз. Және де үстіне қайтадан майонез жағамыз. Енді бұны да әдемілеп жағып аламыз. Енді біз оның бетіне бір жұмыртқаны үстіп теркадан өткізіп шығамыз. Мінекей достар, біздің салатымыз дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Біздің үйде бұл салат бір шайдан қалмайды. Дәмі өте күшті, яғни сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Егер де сіздерге жетсе ұнаса, лайк басып арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.